Қайырлы күн, Жансая. Бізге сұхбат беруге келіскеніңіз үшін рахмет. Қош көрдік. Осы өзіңіз жайлы айта кетсеңіз, шахматқа қалай келдіңіз? Мен есімім Жансая. Мен осы Хату университетінде оқимын, 3-ші курс студентімін. Мен шахматқа қалай келдім? Мен шахматқа келуіме ықпал еткен менің отбасым болатын. Отбасымда атам, әкем, ағам барлығы дерлік ойнайтын. Соларға қарап мен өсе бастадым. Және де алғашында мен олардан өте, то есть всегда ұтылып қала беретін. Мүмкін соның әсерінен бе шахматқа қызығып бастадым. Және мектеп оқып жүрген кезде бастауыш сыныптарда уже қалалық жарыстарға қатыса бастадым. Солай мне қазір осы универде жарыс сборныйындамын қазір. Жауабың үшін рахмет. Осы қалай ойлайсыз? Кез келген адам шахматшы бола алады ма? Әлде ол адамның геніне, қабілетіне байланысты ма? Барлық адам мықты шахматшы бола алады. Неге? Өйткені бұл жерде тек қана ең маңызды сұрақ адамның упорствосына қарай, яғни еңбегіне қарай. Ол мықты және де немесе мықты болмауы уже оның салған усилиясына қарай болады. Ешқандай да бұл жерде ген, ешқандай да қабілет керек емес деп ойлаймын. Қазақ Британ техникалық университетінде өткен турнир жайлы айта кетсең. КБТУ-да өткен турнир 16 және 19 қараша аралығында болды. Бұл жақтағы турнир бізге өте қатты қиын болды деп айта алмаймын. Өйткені біз осы мұхит осы бірнеше жыл бойы уже қатарынан Қазақстандағы ең бірінші орында келе жатқан универ шахмат бойынша. Соның әсерінен бізге шамалы теңесе ғана ойнай алған ол бізде Сәтпаев және де КБТУ университет болатын. Қалған барлығын дерлік біз өте оңай жеңіспен жеттік деп айта аламын. Жақында шахматты мектеп бағдарламасына жеке пән ретінде қосу білім министрлігіне ұсыныс түскен болатын сондай. Оған сенің көзқарасың қандай? Менің бұған көзқарасым өте жақсы. Өйткені шахмат мектеп бағдарламасында болу, баланың жеке дамуында болу өте оның өсуіне өте жақсы ықпалын береді. Неге? Өйткені шахмат адам баласының миын әрдайым қозғалыста болғанын қадағалайды және де сыни тұрғыдан ойлауын жақсартады және де қандай да, то есть баланы өмірге дайындайтын сабақтардың бірі десем болады. Өйткені өмірде болып жатқан проблемалардың шешімін осы шахматтан да іздеп табуға болады. Сұхбат үшін рахмет, Жансая. Саған тек қана алдағы ойындарда сәттілік және де жеңістер тілеймін.